программаның авторы ретінде осыны 2012 жылдан бері армандап жазып жүрген кезде оригинал документі қолымда деген, ол осы үйдің кәдімгі 100% иесі деген сөз. Так, үйленгенімізге уже 10 жыл болып қалады. 10 жыл бойы 6-7 жыл сайын пәтер жалдап келдік. Егер де 100% десең, оларда сразу ойларды қалай, в чем выгода у них деген сияқты, они, значит, вас обманывают. Енді қараңызшы, қалай сенімге кірмейсіз? Оригинал документіңіз қолыңызда, ай сайын 90 мың теңге төлейтін болсаңыз, просто это все возможно. Мы сделали это. Ассалаумалейкум, құрметті асылдарым, жақсыларым, барлықтарыңыз үй проблемасын білесіздер. Қалай алуға болады деп бастарыңызға атып жүр. Бірақ біз қазір Көкшетауға келдік. Осы проблемаларды қалай шешімін тапқанын өз көздеріңізбен көресіздер, және те кімдер қалай үй алып жатыр, документтері қалай, ай сайын қанша төлейді, бізге не пайда деген сұрақтардың бәріне қазір осы YouTube арнамызда көретін боласыздар. Көкшетау, біз сіздерге қонаққа келдік. Қазір Көкшетау туралы обзор жасаймыз, жалпы үйлерді көрсетеміз, танысамыз, отбасы, бала-шаға барын кеттік ал. Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main, à part elle il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd, le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Міне Көкшетау қаласына келдік. Көкшетау қаласында ең бастысы біздің Аманат Драйвтың бағдарламасын біз бұрыннан бері жазған кезде қандай қылып жаздық. Қандай қиындық болса да махаббаттарына берік, сондай бақытты отбасылар болса екен деген ниетпен бақытты отбасы деген бағдарламаға сәйкес жазған болатынбыз. Әрине бұл отбасылар бақытты отбасы. Өйткені бұл кісілердің оригинал документі қолында, өз үйлерін ай сайынғы төлемдерін пайызсыз бөліп төлейді. Ал енді апамызға қолына кілтімізді беріп қойып, бисмиллахир-рахманир-рахим деп, мына Махамбетова Бүкіржан деген кісі 16 миллион теңгеге үй алған екен. Жаңағын айттым, 16 миллион теңгеге үй алғанмен, бұл үйдің құны 17 миллион 200. Яғни 16 миллионды Аманат Драйвтан алған, 1 миллион 200-ді өздері қолдарымен нотариусте келісіп төлеген. Сөйтіп 17 миллион 200-дің үйін алып отыр. Бірақ 16 миллион теңгесін бөліп төлейді. Пайызсыз. 21-дің аяғында кірдік та, 2022-ның ортасында Аллаға мыңда бір шүкір. Осы Көңілбай аға рахмет, осындай бізге возможность беріп, үй алуға. А так үйленгенімізге уже 10 жыл болып қалады. 10 жыл бойы, где-то бір 10 жылдың ішінде бір 6-7 жыл сайын, 7 жылдай пәтер жалдап келдік. Сол осы мыңда бір шүкір Алла тағалаға осылай бізге не берген, үй беріп, сол Көңілбай аға да рахмет. Даже біз қуаныштымыз, что бізге осындай возможность келіп, осы кездестіріп, енді ең бірінші былай айтайыншы, Көңілбай ағаға мында бір рахмет айтам. Өйткені халыққа осындай жоба ойлап тауып, халықтың қамын ойлап, осындай қарапайым халық, көп балалы отбасылар банк арқылы үйге қол жеткізе алмай жатырмыз. Қазір деген үйдің бағалары қымбат. Банкқа баратын болса, үстінен тағы бір пәтер переплата жасап төлейміз ғой. Мысалы, ал бұл Аманат Драйвта болса, пайызсыз, және де қол жетімді, ешқандай кредитный история, пенсионка қарамай, біз вообще ойланбай-ақ көзімізді жұмып, бар ақшамызды, осы 10 жыл ішінде жинаған ақшамызды ойланбай салып, жарты жылдың ішінде пәтерлі үйлі болдық. Қуанышымызда шек жоқ. Ай сайынғы төлеміміз 93 мың теңге. Біз деген ол ақшаны ойнап жүріп төлейміз ғой. Қазір 93 мың теңге деген бұл. Дүкенге өзі бір күн барсан 10 мың теңге деген болмайды. Ал 93 мың теңге айына, тем более өз пәтеріне, жалдамалы пәтерге емес. Қуаныштымыз. Просто это все возможно. Мы сделали это. Бүкіл командаға айтатын. Біздің қолымыздан келді. Біз бұны жасадық, істедік. Невозможно деген нәрсенің бәрін Аллахтың қалауымен возможно қылдық. Болмайды деген жаңағы нәрсенің бәрін болдырттық Аллахтың қалауымен. Дұға жасадық, намаз оқыдық, тілек тіледік.
и әрекет жасадық күндіз түні. Даже бізді сындырып тастаса да қайтадан құладық, қайтадан тұрдық, қайтадан құладық, қайтадан тұрдық. Ну, міне қазір Аллахтың қалауымен жеттік. Міне біздің жетістігіміз осы. Живой көрсеткім келді. Және де мына жерде қазір YouTube арнамызда да жүріп жатыр. YouTube арнамызда қазір бәленбай адам көреді, астына комментарий қалдырады, лайк басады, достармен бөліседі. Ол да бір жанаман немесе жаңағы бір арман орындалғаны. Сондықтан мен айтатын, действительно қазір осы кісілер қазір менеджерді де бәріне төлейтін расходтың бәрін алып тастаймыз да, осы апамызға төлесек, бұл апамыз живой айтып отырады. Менеджердің орнына менеджер, потому что менеджердің настроениесі болмауы мүмкін, айтқысы келмеуі мүмкін. Сізде постоянно настроение бар, сіз айтасыз, документ оригинал қолыңызда, бір кесе шайды құясыз да, осы жердегі адамдардың бәрін жаңағы біздің офисқа жібересіз. Офисқа келгеннен кейін қыздар оны қарсы алады, саламатсыз ба? Ол сұрамайды, кімнен келдіңіз деп. Ол кісі айтады, мен жаңа бір кісінің үйіне барып шай ішім, апамыздың, сілтеме бар ма? Сілтеме басады да, ақша төлесе QR кодпен өткізеді. Өткізген бетте ең бірінші ақшаны бізде кім алады? Жаңа 5%-дің жаңа расходқа кеткен. Соның целиком 1%-і осы апамыздың қалтасына келіп түседі. Түсінесіздер ме? Ал немесе осы қуандықтың қалтасына келіп түседі. Немесе ана келініңіздің қалтасына түседі. Но бірақ үшеуіңіздің ақшаңыз бір-біріне қосылмайды. Сіздің телефоныңызға келіп түседі ғой. А телефоныңызға келіп түскен ақшаға тура осындай продуктілер сатып аласыз. Мына мен үстімдегі костюм бір нәрсе сатып аласыз, жаңа қуандық. Балаларға киім аласыз. Міне, сонда біз сол ақшаны айналдырып әкеліп сіздің қалтаңызға салдық. Немесе ең бір жақсы нәрсе, сол жаңағы электрон цифровой QR код өткізіп, сонымен үйдің ай сайынғы 90 мың теңгесін төлейсіз. Сонда жаңағы біздің жаңағы 1%, жаңағы 5%-ның расходқа кетеді. Түсініп тұр ма адамдар? Сол 1% сізге келеді, сіз арқылы жаңағы үйдің ақшасын төлегенде анау общий котелға барып бірақ түседі ғой. Содан жаңа үй мен машина ғана беріледі. Көрдіңіздер, соның бәрін өйстіп схемамен айналдырып әкеліп ана жаққа салып қойдық қой. Чтобы жаңағы айналып былай тұрсын деп. И никогда ол банкрот болмайды Аллахтың қалауымен. Пока осы адамдардың бәрі тірі тұрғанда, осы қазақ елінде осындай үйлер тұрғанда, осының бәрі бізден кейінгі балалар болса, мысалы үшін ертең ана балаңыз никогда ол уже бір үйге бір үй қосып төлейсің десе, ол тұрып айтуы мүмкін. Тоқта, бұрын сондай бір болған тұғын. Но біздің әкелеріміз міне осындай жасады. Әжелеріміз осындай айтқан болатын, міне осыны жасап жатырмыз. До такой степени кеше біреулерден сұрасам, сіздерде процент жоқ па дейді. Жоқ, процент жоқ десем, сол лохотрон емес пе, соны білейін деудің дейді. Сонда мен айттым, процент жоқ болса, сонда лохотрон ба десем, иә дейді. Пайыз болса, не деуім, телефон қоя салып. Сонда көрдіңіз бе, біреулер просто сендер лохотрон емессіңдер ма деп звондайды. Ең самый главный маған жаңа қаным қараятыны, но бірақ мен осы нәрсеге дайын болдым бұрын. Ну не до такой степени, бір рет айтсаң түсінеді ғой деп ойладым да адамдар. Ну вообще мен былай ойлағам. Бір-екі рет үйлер бергеннен кейін біз есікті ашып қоямыз да, ақырын жаңағы шайымызды ішіп отырамыз. Адамдар өздері есіктің алдында очередь тұрады деп. Ана 4% кредит береміз деді ғой машинаның. Сол сияқты қырғын очередь, мен деп таласып тұрады шығар деп ойлағанбыз. Оказывается, не только таласып, оны программаны оказывается біз разработка жасауымыз керек. Оны есептеуіміз керек, оны шығаруымыз керек. И одан кейін адамдарға ненің ақ, ненің қара екенін осылай шығып үйретуіміз керек екен. Живой пример ретінде. Міне апамыздың жасын қараған жоқпыз. 70 мың теңге оказывается пенсия алады екен. Енді ғана біліп тұрмыз. 90 мың теңге айдың үйдің ақшасын төлейтін болса, 70 мың теңге бұл кісі банктың есігін аша алмайтын еді. Охранник сразу айтатын, апа, үйге қайта беріңіз. Бұл жақта сізге әңгіме осымен бітеді есіктің алдынан. Дұрыс қой? Енді қараңыз осының бәрі. Поэтому мен қазір оқырмандарым, осы жерде отырған барлық асылдарым, жақсыларым, мен асылдарым, жақсыларым деген сөзді текке айтпаймын. Өйткені біз бәріміз жақсы адам болып келгенбіз. Сондықтан қоғарақан басымызды асыраймыз деп бөлек-бөлек кетіп қалдық. И у каждого свои проблемы. Даже жаңағы бір жігіттер жаңағы тістеніп тұрып айтады да, бір қыздарымыз жаңағы шетел азаматтарымен ойнас жасайды екен. Мына водитель жігіт ана басты қалпарып тастайды, ана недегі мұнайдағы жігіттерді айтатын. Соған намысшыл ғой батыстың жігіттері. Соған қызға айтатын көрінді, осындай. Сөйтсең қыздар айтатын көрінді, сен мен сонда кредитін төлеп бересің бе, ақыл айтпай отыршы деп жаңағы. Соны аузын жауып қалды дейді, да, действительно кредитін төлей алмайды екен дейді. Сонда мен ойлаймын да, до такой степени адамдар жаңағы уже кредитный нагрузканы көтере алмағаннан кейін бүйрегін сатады, денесін сатады, тәнін сатады, жанын сатады. Ең қымбат арын сатады да. Поэтому сондай кезде бәрі нормально. А когда уже Құдайға шүкір, бала шағасын бағып отырған осындай бақытты отбасыларға
когда-то должен же быть нормальный программа осындай. Апамыздың жасын, потому что біз үшін апа, дүниедегі ең қымбат нәрсе ол сізсіз. Осы үйден де қымбат, осы дүниеден де қымбат сіз, сіздің денсаулығыңыз, және де сіздің сыртыңыздағы мынау жеке ақпаратыңыз. Одан басқа бізге еш нәрсе қымбат емес. Ал одан кейінгі сіздің балаларыңыз, оның балалары біздің мемлекет үшін таптырмас қазына ғой осы. Почему біз экспо, немесе кірпіш, немесе осы бір жылтыраған дүниені өзімізден биік қоямыз? Тем более, тымға тұрмайтын печатный станоктан шыққан ақшаны біз сізден биік көруіміз керек. Поэтому, құрметті біздің оқырмандар, біздің дүниедегі ең қымбат ол біздің осындай азаматтарымыз, балаларымыз, бақытты отбасылар, осындай апаларымыз аман болсын. Рахмет. Жақсы.